Қайырлы күн, білім алушылар. Менің аты жөнім Жүсіп қызы. Мен химия пәнінің оқытушысымын. Жаңа сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Алкандар. Сабақты бастамас бұрын мақсатымызды айқындап алайық. Сабақтың мақсаты қаныққан көмірсутектер туралы білімді толықтыру. Алкандар алифатты қосылыстарға жатады, яғни олар бензол секілді сақиналы емес, ашық тізбекті көміртек атомдарынан тұрады. Алкандардағы барлық байланыстар дара болады. Ең қарапайым алкандар метан, этан және пропан деп аталады. Олардың барлығында sp3 гибридтенген көміртек атомдары болады. Яғни барлық сутек атомдары көміртек атомдарының айналасында тетраэдр түрінде орналасады. Оның пішінін ең қарапайым алкан, метанның молекуласынан анық көруге болады. Бұл 4CH сигма байланыстарынан құралған жоғары дәрежедегі симметриялы құрылым. Этанның жағдайында әр көміртек атомының бір-бір, яғни жалпы 2 sp3 гибридті орбитальдардың бүркесуі нәтижесінде ядра аралық ось бойынан CC байланысы түзіледі. Бұл байланыс CH байланысынан ұзынырақ. Алкандардың жалпы формуласы CnH2n+2. Біз осы формулаға сәйкес келетін қосылыстардың белгілі бір тәртіптегі тізбегін алдық. Осы қатардың әрбір мүшесінде алғашқысына қарағанда CH2 тобы бір данаға артық екеніне назар аударыңдар. Жалпы формулалары бірдей, химиялық қасиеттері ұқсас, ал құрамдары бір немесе бірнеше CH2 тобына өзгеріп отыратын заттардың тобы гомологтық қатар деп аталады. Біз қарастырған жағдай алкандардың гомологтық қатары. Алкандардың физикалық қасиеттері. Алкандардың салыстырмалы молекулалық массалары өскен сайын, олардың қайнау балқу температуралары, тығыздықтары біртіндеп артады. Алкандардың бастапқы 4 мүшесі газдар. Пентаннан пентадеканның аралығында сұйықтар. Гексадеканнан жоғары қарай қатты заттар болады. Алкандардың химиялық қасиеттері. Қаныққан көмірсутектер белсенділігі төмен қосылыстар, дегенмен олар орын басу, айырылу, тотығу реакцияларына түседі. Бірінші химиялық қасиеті жану реакциясы. Алкандар жанғанда кез келген органикалық қосылыстар сияқты көмір қышқыл газы, су және жылу бөледі. Айырылу реакциясы. Алкандар қызырғанда термиялық ыдырайды. Мысалы, метанды 1000 градус шамасында қыздырғанда сутегі және көміртегіне ыдырайды. Метанды бұдан да жоғары температурада 1500 градус шамасында қыздырғанда қанықпаған көмірсутек ацетилен және сутекке ыдырайды. Галогендену реакциясы. Галогендену реакциясы дегеніміз алкандарға галоген атомдарының қосылып жүру реакциясы. Галогендену реакциялары алкандардың практикалық маңызды реакцияларының бірі. Жарықтың немесе жоғары температураның әсерінен жүзеге асады. Жарықтың әсерінен жүретін реакциялар фотохимиялық реакциялар деп аталады. Алкандардың галогендермен орын басу реакциялары хлормен жеңіл, броммен қиындау, иодпен қиын жүреді. Ал фтормен қопарылыс түзіп жүреді. Метанның хлорлану реакциясы жарықтың немесе температураның әсерінен жүреді. Метанмен хлор әрекеттескенде метандағы сутегі атомдарының орнын біртіндеп хлор атомдары басып, алканның галоген туындылары түзіледі. Бұл реакциядан алынған өнімдердің практикалық маңызы зор. Мысалы, CH хлор 3, яғни трихлорметан, хлороформ деп те аталады. Бұл медицинада ұйықтататын дәрі ретінде қолданылады. Тетрахлорметан еріткіш ретінде қолданылады. Бүгінгі сабақты қорытындыласақ, біз бүгін алкандардың гомологтық қатарын, құрылысын, физикалық, химиялық қасиеттерін, қолданылуын қарастырдық. Ал енді үйге тапсырма. Оқулықтан 65, 66, 67 параграфтарды оқу. Екінші тапсырма. Гексаның мүмкін болатын изомерлерін жазып, жүйелеу номенклатурасы бойынша атау. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.